Ассалаумағалейкум, ой түрткінің көрермендері, армысыздар. Бүгін 3 желтоқсан сәрсенбі. Тақырып тағы да Украина соғысы жайында. Кеше Трамптың арнайы өкілі Стив Виткоф пен Трамптың күйеу баласы бастаған делегация Мәскеуге барған болатын. Кеште олар Ресей басы Путинмен кездесті. Кездесу 6 сағатқа жалғасты. Кездесуден кейін ақш тарапы ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Ресей тарапынан келіссөзге қатысқан өкілдер кездесу аса мазмұнды, ықыласты өтті деп мәлімдеді. Бірақ батыс ақпарат құралдарының дерегіне қарағанда, Путин ақш тарапы ұсынған 22 тармақты бейбітшілік келісімінің көптеген мазмұндарына келіскенімен, бірақ ең түйткілді мәселелерде келісе алмаған. Атап айтқанда, жер мәселесі мен Украинаның қауіпсіздігі мәселесінде ақш пен Ресей арасындағы келіссөз тығырыққа тірелген деп хабарлап жатыр. Әрине, Женевада өткен кездесуде де Украина тарапы ақш ұсынған бейбітшілік жоспарының көп тармақтарымен келіскенімен, дәл осы қауіпсіздік мәселесі мен жер мәселесіне келгенде олар да ақш пен келіспеген. Осы келіссөзден кейін Украина президенті кеңсесінің сол кездегі басшысы Андрей Ермак Украина бейбітшілікке жерін алмастырмайды. Украина президенті Зеленский жерді бөліп беретін ешқандай келісімге қол қоймайды. Оған біздің заңымызда мүмкіндік бермейді деп мәлімдеген болатын. Жалпы ақш тарапы аталған бейбітшілік жоспарының орындалуы үшін екі тарапта өзара жол беруі керек деп санайды. Керек десеңіз, Украинаға қысымда көрсетіп көрді. Осыған байланысты кеше Washington Post басылымы Украина президенті Зеленский әскерге Донбастан шегінсін деп бұйрық берген күннің өзінде әскери қолбасшылар бұл өңірден кетпеуі мүмкін. Өйткені бұл стратегиялық тұрғыдан Украинаға тиімсіз деп санайтынын ашып жазды. Себебі Донбастың Украина қарулы күштері бақылауындағы өңірінде аса бекем, аса қуатты қорғаныс шебі бар көрінеді. Егер Украина әскері осы шепті мықты ұстап бекем отырып соғысатын болса, әлі де ұзақ уақыт соғысуға мүмкіндігі бар көрінеді. Ал бұл шепті соғыссыз бере салса, онда бұдан кейінгі аумақтарда Украина әскерінің бекем бекіністері аз, яғни Донбастағыдай мықты бекініс жоқ. Ресей күштері Донбастағы ірі бекінісі бар аймақты соғыссыз алса, ары қарай тап берсе, Украина әскері жеңілген үстіне жеңіліп, кері шегінуіне тура келеді екен. Сондықтан Украинаның әскери қолбасшылары біз Зеленский бұйрық берген күннің өзінде Донбасты тастап кетпейміз деп отыр. Біздің мойнымызда президенттің бұйрығын орындаумен қатар елімізді, жерімізді қорғау міндеті бар. Сондықтан біз бұл жауапкершілікке келгенде өзімізде таңдау жасауға міндеттіміз деп мәлімдеген. Демек, Ресей Украина арасындағы соғыстың бейбітшілік жолмен реттелу мәселесі тағы да қауіпсіздік мәселесі мен жер мәселесіне келіп тіреліп тұр. Ал Ресей болса, соғысты тоқтату үшін, келісімге келу үшін Украина Донбастың өзі бақылауындағы өңірінен әскерін әкетсін деп отыр. Бұл жөнінде Ресей басшысы Путин Бишкек сапарында да ашып айтқан болатын. Шын мәнінде қазір қалған 20 шақты тармақтың бәрі шешілді деуге болады. Тек осы мәселеге келгенде Ресей де Украинада келіспей отыр. ақш делегациясы мен Путин кездесіп жатқан кезде ақш президенті Дональд Трамп әлеуметтік желіде жазба жариялап, мен Ресей мен Украина келісімге келеді деп үміттенемін. Алдағы уақытта ақш ендігәрі Украина соғысын қаржыландырмайды деп мәлімдеп, тағы да көкейін тескен Нобель бейбітшілік сыйлығы туралы айтты. Яғни бұл арада Трамптың негізгі ойлап отырғаны әлемдік теңдікті орнатып, Украинаның мүддесін қорғап, бейбітшілік жасау үшін емес,
ең бастысы соғысты қайткен күннің өзінде тоқтатып, Нобель бейбітшілік сыйлығына қол жеткізу екені айтпаса да түсінікті. Ал енді Майдандағы жағдайға келсек, Майданда үлкен өзгеріс жоқ. Путин айтқандай, Ресей әскері тез қарқынмен алға ілгерілеп бара жатқан да жоқ. Екі тарап аңдысқан күйде, ал Украина тарапы болса қазір Ресейдің мұнай өңдеу зауыттарына, мұнай тасымал жүйелеріне соққыны үдетті. Әсіресе соңғы кездері өзі зерттеп жасаған соғыс құралдары мен Қара теңіздегі мұнай тасымалдап бара жатқан Ресей тәңкерлеріне соққы беруді үдетті. Жақында ақш-тың соғыс зерттеу институты қараша айында Украина Ресей жеріндегі мұнай өңдеу, мұнай айыру және мұнай тасымалдау жүйелеріне рекордтық деңгейде соққы берген. Бұл соғыс басталған кездегіден әлдеқайда көптеген мәліметті алға тартты. Әрине, Украинаның басты мақсаты Ресейдің экономикалық жан тамырын қию арқылы Ресейді соғысты тоқтатуға мәжбүрлеу. Дегенмен, әскери сарапшылар Путин соғысты тоқтатуға мүдделі емес деп санап отыр. Себебі қазір Украина даласында Ресейдің 1,5 миллионға жуық азаматы қолына құрал алып соғысып жатыр. Олардың көбі әскери келісім шартпен барғандар және түрмеде отырған қылмыскерлер болатын. Енді олар соғыс аяқталғаннан кейін елге қайтып келсе, әлеуметтік мәселелер де Ресей билігінің бас ауруына айналуы мүмкін. Төлем мәселесіне байланысты және соғыста болып қайтқан әскерлердің рухани жарақат мәселесі де Ресей билігінің басты бас ауруына айналуы мүмкін. Халықтың барған сайын нашарлаған тұрмысы да соғыс аяқталғаннан кейін күн тәртіпке шығуы ықтимал. Сондықтан Ресей соғысты барған сайын соза отырып, өзіндегі әлеуметтік мәселелерді де жасырып қалуға тырысады дейді сарапшылар. Әрине, Ресейдің мақсаты ұзақ уақыт соғысса, Украина шарасыздықтан беріледі. Егер ақш қаруландырмаса, қаржыландырмаса, біз әлдеқашан Украинаны кері шегіндіріп, көздеген жерімізге дейін басып алар едік деп санайды. Еуропа одағы да көмек беріп, құрал жарақ жеткізіп жатқанымен, құм жиылып тас болмас дегендей, бәрібір олар ақш-тың берген көмегінің орнын баса алмайтыны анық. Бірақ қазір жағдай өзгерді. Украина бұрынғыдай тек қана батыстан келетін қару-жараққа сүйеніп отырған жоқ. Қазір Майдан даласында қолданылып жатқан қару-жарақтың 50%-ын Украина өзі өндіретін деңгейге жетті. Енді оған Еуропалық одақ елдерінің жеткізіп жатқан қару-жарағын, беріп жатқан экономикалық көмегін және қару-жарақ өндірісіне көмегін алып айтсақ, Украинаның жағдайы да тым нашар емес. Яғни, Украина әлі де ақш-тан көмек алуға тырысады. Бірақ ақш бір жолата Украинадан бет бұрған жағдайда да Украина Ресеймен әлі де тіресіп соғысуға мүмкіндігі бар. Дегенмен, Украинаның күрделі мәселелері де жоқ емес. 4 жылға жуық уақытта Украина әскерлері де соғыстан қажыды. 1 миллионға жуық адамды қолына қару алдырғанымен, 1,5 миллион Ресей әскерімен соғысып жатқан Украина әскерлері әбден қалжырады. Тіпті алдыңғы шепте соғысып жатқан әскерлерді демалдыру үшін алмастыратын күштер де аздық етіп жатқан көрінеді. Оның үстіне Украина ел ішіндегі саяси теке тірес те күшейіп тұр. Жемқорлық мәселесіне байланысты Зеленскийдің тіректі азаматтарының биліктен кетуі де алдағы уақытта Украинаның позициясын әлсіресе түсуі ықтимал. Қысқасы, соғыс биыл жылдың соңына дейін тоқтамайтыны белгілі болды. Көптеген әскери сарапшылар соғыс ең тез болғанда 2026 жылдың мамыр-маусым айларында соңына шығуы ықтимал деп санайды. Бірақ оған да екі тараптың экономикалық жағдайы себеп болуы мүмкін. Өйткені қару-жарақпен екі тараптың бір-бірін айқын басымдылықпен кері шегіндіруі қазірге мүмкін емес.
Азырча айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.